Қазақ әдебиетінің жарқын жұлдыздарының бірі Мағжан Бекенұлы Жұмабаев 1893 жылы қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Алғаш ауыл мұғалімнен оқып сауатын ашады. 1905 жылы Қызылжардағы медресеге оқуға түсіп, Стамбулда оқып келген араб, парсы, түрік тілдерін еркін меңгерген Бегішевтен сабақ алады. Мұнда қазақ, татар әдебиеттері мен шығыс классиктері Фирдауси, Хафиз, Сағди, Низами, Науаи шығармаларымен еркін танысады. 1909 жылы шыққан Абай өлеңдерін оқып, атақты ақын, сөзі алтын Хәкім Абайға деген өлеңін жазған. Бегішев ұйымдастырған медресені 1910 жылы бітіріп, осы жылы Уфа қаласындағы Ғалия медресесіне оқуға түседі. Бұл медресе сол кезеңде өзінің дәрежесі жағынан жоғары оқу орнымен барабар еді. Мұнда ол татар жазушысы Ғалымжан Ибрагимовтан сабақ алады. Болашақ көрнекті жазушы Бейімбет Майлинмен танысады. Жалынды жастың талабын анық таныған Ғалымжан Ибрагимов 1913 жылдың күзінде Мағжан өлеңдерінің қол жазбаларын Қазан қаласындағы Кәрімовтердің баспаханасына тапсырады. 1912 жылы Мағжанның Шолпан атты тұңғыш өлеңдер жинағы жарық көреді. 1913 жылы Омбыға барып, мұғалімдер семинариясына оқуға түскен. Семинарияда ақын Сәкен Сейфуллинмен танысады. Ахмет Байтұрсыновтан, Міржақып Дулатовтан сабақ алып, шығармашылық белестің бір қырына көтеріледі. Заманның аумалы төкпелі шағында Алаш партиясына тілектестік ниетін білдіреді. Қоғамдық істерге белсене араласады. 1919-1923 жылдары Ташкенттегі Шолпан, Сана журналдарында, Ақ жол газетінде, халық ағарту орындарында қызмет атқарады. 1923-1927 жылдары Мәскеуде жоғары әдеби көркемөнер институтында оқиды. Бұл жылдары орыс әдебиетін, батыс Еуропа әдебиетін терең зерттеп оқып меңгереді. Бұл кезең ақын өмірінің ауыр кезеңі болатын. Оның шығармалары сыналып, қудалау көре бастайды. 1927-1929 жылдары Бурабайда, Қызылжарда оқытушылық қызметтер атқарады. Бірақ сол кезеңнің идеологиялық ұстанымы ақын шығармаларын мансұқтап, өзіне ескішіл, түрікшіл, ұлтшыл деген айыптар тағылады. 1929 жылы Алқатты жасырын ұйым құрды деген жаламен ұсталып, 10 жыл айдауға кесіліп, Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалады. 1936 жылы Максим Горький мен Екатерина Пешкованың араласуымен түрмеден босанып, елге келген ақын саяси себептермен тұрақтап жұмыс істей алмайды. 1937 жылы Алматыға келіп, аударма ісімен айналысып жүрген Мағжан 1938 жылы қайта қамауға алынып, ату жазасына кесіледі. Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетіне өзінің кесек туындыларымен соны леп, жаңа өрнек енгізген, артына аса мол асқақ рухты, өршіл шығармалар қалдырған ірі тұлға.